Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы қолжетімді молочная девочка тортын табада пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бір ыдысқа бір жұмыртқаны салып аламыз. Осындай венчиктің көмегімен араластырамыз. Және үстіне бір банка сгущенка қосамыз. 380 грамм яғни. Екеуін жақсылап араластырамыз. Және қопсытқышты алып, ұнға саламыз. Екеуін жақсылап араластырып, бірінші қоспамызға қосамыз. Шет-шетінен салып араластырып тұрамыз. Сөйтіп қамырымызды илейміз, тортымыздың. Бізде осындай жұмсақтау қамыр шықты. Оны бөліктерге бөлеміз. Шамамен 8-10-12 бөліктей шығады. Сіздің диаметріңізге байланысты. Менің тортымның диаметрі 19 сантиметр болды. Осылай бөліктерге бөліп, күлше жасап, дайындайтын боламыз. Бұл тортқа ешқандай творожный сыр, сливкидің қажеті жоқ. Үйде қолжетімді қоспалардан жасалынады. Жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Осылай күлшелерімізді жасағаннан кейін жайып шығамыз. Және мен осындай форманы 19 сантиметрге келтіріп, осылай ойып аламыз. Осындай қамыр пайда болады сіздерде. Табаны алып, сәл қыздырып, табаға салып, екі бетін аударып пісіріп аламыз. Өте оңай торт, жасалуы да тез. Енді кремін жасайтын болсақ, бір ыдысқа қаймағымызды және сгущенкамызды құямыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Миксердің да қажеті жоқ тіпті. Осы венчикпен араластыра бересіздер. Үстіне қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны қосамыз. Болды, креміміз дайын. Енді дайын болған коржиктарымызды үстіне крем жағамыз. Тортымызға кремді жағып, жинайтын боламыз. Және форманы кигізіп, тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамамен бір түн тұрса, тортымыз тіпті керемет жұмсақ болып шығады. Мінекей тортымыз тоңазытқыштан шықты. Осылай пышақпен жан-жағын түртіп, форманы шығарамыз. Сізде осындай керемет торт пайда болады. Өздеріңіздің қалауыңызша тортты әрлеп, сәндеп қойсаңыздар болады. Өте қолжетімді торт, ешқандай творожный сыр, сливкидің қажеті жоқ. Жақындарыңызды қуантып, осындай торт пісіріп берсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.